мінекей. Рамадан айы құтты болсын. Сіздермен бүгін Динара Ибраева. Айтып өтейін, бұл видеороликті мен өзімді сіздермен таныстырып өтейін деген ниетте осы видеороликті түсіріп көруге әрекет қылдым. Ал біздің танысу кешіміз бұдан да қызық болсын деген ниетте мынау бір идеяны Жетюраш журналынан. Ал енді А4 парақ қағазына мен 8 өзімді ашып көрсететін сауалдарды таңдап алдым. Онымен қалаған варианттарды ашып, біртіндеп әрбіріне жауап беріп шығамын. Ал шарттарымыз түсінікті болатын болса, бастадық. Традиционный ойынымызды бірінші сұрақтан бастайық. Так. Қай жерде қашан туылғансың? Мен ең әдемі, ең көркем, дүние жүзінде өзінің тазалығымен, әсемдігімен 6-шы месседе тұратын, столицада туылғанмын. Ал көріп тұрғаныңыздай, маймыл жылының көктем мезгілінің ең соңғы айында дүниеге келгенмін. Менің ерекшелігім өзгеге ұқсамастықта деп ойлаймын. Өйткені мен кішкентай кезімнен бір нәрсені өзімге оқып алдым. Тек қана басқаларға ұқсамайтын кезде ғана үлкен адамдар саған внимание жасауы мүмкін деген оймен өстім деп айтса да болады. Сол үшін әрбір ситуацияларда мен басқа адамдар істемейді деген нәрселерді істеп көруге әрекет қылып көремін. Өйткені басқа адамдар оны істемейді. Ал мен болса бұндай ситуацияларда басқаша қылып көрсетеді. Шуточный вариант айтатын болсам, стадо баранов оңға қарай жүріп кетіп жатқанда, Динара барашка обязательно солға қарай бұрылып кетеді. Бұл менің главный качеством. Ал ендігі сұрақ. Так. Өмірімдегі ең қызықты уақиға. A few moments later. Қазір. Бұлдар негізі... Қолбасына сек. Eternity later. Ал ендігі сұраққа жауап бере алам деген ниеттемін. Бастадық. Мына бір үлкен сұрақтардың біреуін ашып көрейік. Кішкентай кезінде кім болғың келген еді? Plastic surgeon in Beverly Hills. I want to show you my patients are real people who want natural results. Так, мен кішкентай кезімде пластический хирург болуды армандайтын едім. Білмеймін ғой, бірақ негедір 2000 жылдарда көптеген пластический хирургтар туралы шоулар, сериалдар, кинолар көрсететін еді. Аналардың бәрін көріп алып, пластический хирургтарды мен практически Санта-Клаусқа теңелестіретін едім. Өйткені олда бізге көптеген сыйлықтар сыйлайды. В случае пластических хирургтар операция жасап беріп, біздің кемістіктеріміздің бәрін турлап беріп, жақсы өмір сүріп кетуімізге екінші шанс береді. Өзімізге деген сенімді артырып, бұл дейтін үлкен дүниеде өзімізді второй половинкамыз болсын, работа всей нашей мечтой болсын, оның барлығына алуға бізге пластический хирургтар практически көмектеседі деген ойдамын. Сол үшін пластический хирургтар қазіргі уақытқа дейін маған самый благородный профессиялардан бірі болып есептеледі. Бес-ақ сұрағым қалды. Бастадық. Сен өзіңді қай мультяшный персонажға теңелесің? Мен өзімді русалочка Ариэль персонажына теңелемін. Өйткені ол сияқты менде достарыма адал, әрқашанда көмектесуге дайынмын деп айтуға да болады. Ол сияқты мен әрқашанда өз саубасыма сақина тілеп жүремін. Неше түрлі приключениялардан өтіп, неше түрлі нәрселерді істеп көріп, бірақ ақырында всегда мен жұтып алам деген ойдамын. Өйткені көп нәрселерді көремін, көп нәрселерді үйренемін деп айтпақшы. Русалочка Ариэль екеуміз де біз өте позитивный адамдардан біріміз. Сұрақтарымыз үшеу-ақ қалды. Ең кішкентайынан бастайық.
неге блогер болуды қаладым. Ал неге блогер болуды қаладым? Кішкентай кезімде мен кинематографияға өте қызығып келемін. Ол маған искусство болып келеді. Жұрттың барлығы искусство дегенде там живопись, архитектура, музыка деп ойлағанда, лично для меня ол искусство кинематография болып келеді. Көптеген киноларды көріп, шоуларды қарап, сериалдар қарап болғаннан кейін, мен анау бір актерлердің істеп жатқан мимикалары, жестикуляциялары, неше түрлі қылықтары мен ойларымда жақсылап тұрып қалып кетеді деп ойлаймын. Сол үшін кішкентай кездерімде әрқашанда ұйықтауға жатуға барғанда мен мысленно елестететін едім. Ал мысалы үшін мен Гарри Поттердің орнында болғанда, или там білмеймін Гермионаның орнында болғанда, или басқа бір персонаждың орнында болғанда, ол рөлді қалай атқаратын едім. Более гневно, более шуточно, более еще как-нибудь дегендей. Ал осы мен кішкентай кезімдегі арманымды орындай деген ниетте осы блогты жасап көрдім. Солай. Екі сұрағымыз қалды. Төбесінен бастайық. Мен ең жақсы көретін сұрақтарымыздан бірі. Игра престолы сериалында кім железный тронға отырады деген ойдасың? Дейенерис Таргарyen. Өйткені ол железный трон изначально оның ата-бабаларына принадлежать етіп келген. Ата-бабасынан, баласынан, қызына дегендей. Бірақ восстание болғаннан кейін ол железный тронда білесіздер, бәріңіздер бары туындар завладеть еткен. Ол екі бала, то есть Дейенерис и Дейенерistің ағасы қашып кетеді. Неше түрлі саяхаттарына өткен Дейенерис көптеген информацияға ие болады, көптеген нәрселерін көз алдынан өткізіп шығады, союзниктерге ие болады. Ал Джорах Мармонт, Тирион Ланнистер, Миссандея, оның үлкен уж драконы, легионы безупречных, Халасар в конце концов. Оған осы тронды завоевать етуге жақсы бір бонус болып келеді деген ойдамын. Бірақ сіздер уже 7-ші сезонның трейлерін көріп болған болсаңыз, ондай болып қалмауы да мүмкін. Өйткені ең соңғы сұрақ бастадық. Дин Элиса Винчестер сверхъестественный сериалындағы. Дин Винчестер. Так, өйткені ол маған сверхъестественный сериалындағы ең комедийный персонажы болып көрінеді. Оның істеп жатқан қылықтары, шуткалар айтып жатқан, мимикалары, там үлкен просто аяғын көтеріп алып, оны гитара қылып ойнауы вообще зрелищная ситуация болып көрінеді. Так, ал оның семьясына болған адалдығы, әрқашанда басқа адамдарға көмектесуі, қиын ситуацияларда бір нормальный андайларды ойлап табу, выходтарды ойлап табу, там депрессияға түсіп кетпей или там психовать етпей, оны маған сверхъестественный сериалындағы ең идеальный персонажына айландырады. Сол үшін Дин Винчестерді мен Сэм Винчестерге қарағаны үстін қоямын. Ал бұл видеоролик сізге ұнаған болса, лайк, комментарий жазуыңызды сұранамын. Және бір өтініш айтып көрейін сіздерге. Одан бұрынғы қажет болмай кетті. Бірақ сіздер лайк, комментарий жазуыңызды сұранамын. Ал лично мен ал мен туралы және бірнеше видеоларды қарап ал мен туралы және басқа бір видеоларымды қарап көріңіз келсеңіз,
мына бір видеоларға кіріп шығуыңызды сұранамын. Пока-пока. Arrivederci.